Сәлеметсіздер достар, бүгін сіздермен CapCut'тың екінші сабағын өтетін боламыз. Яғни екінші сабақтың тақырыбы текст қою. Ал ендеше кеттік. Мысалға мен мына видеоны таңдап алдым. Осыған мен текст қоямын. Мысалға машина деп жазамын. Енді бұл жерде текстті кез келген жерге қойсақ болады. Мысалға дәл тексттің өзін басып, төменге, жоғарыға, ортаға, кез келген жаққа қоюға болады. Және соң астыңға қарасаңыздар, бұл жерде текстті қалағанша созып қоюға болады, және қалағанша қысқартып қоюға болады. Және текстті видеоның кез келген точкасына дәл осылай жылжытып, сырғытып қоюға болады. Ендігі кезек бұл жерде текстті дәл осылай үлкейтіп, кішірейтіп, және осылай айналдырып та қойсақ болады. Кейінгі мәселесі бұл текстті өзгертетін болсақ, міне бұл жерде біз шрифтті таңдаймыз. Мен мысалы орысша жаздым. Мысалға міне машина. Кейінгісі стиль. Стиль мынау төбеде дайын шаблондар бар. Осыны қалағанын дәл осылай қойып алсаңыздар болады. Кейінгісі обводка. Обводка бұл шрифттің жанынан шығатын слой. Кейінгісі холст дейді. Бұны пайдаланбасаңыздар да, пайдалансаңыздар да болады. Бұл өздеріңізге қызық болса пайдаланыңыздар. Сосын тень деген бар. Тень бұл жерде шрифттің артындағы көлеңке. Түсінікті болады деп ойлаймын. Сосын отстоп бұл шрифтті кез келген точкаға қою. Мысалы тексті ортаға, жан жаққа, төбеден жоғарыдан төмен дәл осылай қалағанша қойсаңыздар болады. Мына жерде символдардың ара қашықтығы және стока. Сосын шрифтті жирный, курсив, подчеркнутый болады. Кейінгісі эффект. Мысалы қалаған мен мынау эффектті таңдаймын. Мінекей. Сосын эффектінде түрлері өте көп. Қалағандарыңызды таңдап қойсаңыздар болады. Кейінгісі фраза. Бұл жерде біз фразаны онша көп пайдаланбаймыз. Кейінгісі анимация. Анимация бұл жерде вот деген текст басталған кездегі біздегі анимация көрсетеді. Мінекей, дәл осылай. Сосын вывод деген бар. Бұл текст бізде аяқталған кездегі анимация. Міне. Бұл текст біткен кезде дәл осылай анимациялар жыпылықтап ойнайды. Осыны өздеріңіз қалағандарын таңдап қойсаңыздар болады. Мынақта петля деген бар. Бұл петля деген мұқият тыңдаңыздар. Петля деген сіз қойған текст басталғаннан біткенге дейін жыпылықтап ойнап тұрады. Осыны петля дейді. Мен мысалы мынаны қоямын. Мінекей дайын болды. Видеомыз түсінікті болды деп ойлаймын. Кейінгі үшінші сабақта тағы жалғастырамыз. Видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сау саламат болыңыздар.